сіздерді бүгінгі келгендеріңізге мен даусым қатты. Бүгінгі келгендеріңізге разылығым шексіз. Әрқайсыларыңыздың жүрегіңізде елім, жұртым, халқым деген үлкен кең махаббат иесісіздер. Салтанат ханымға рахмет айтып келеді. Бұл Салтанат ханым өзі қазақтың ерекше туылған қызы, композитор, ақын, мынандай ұйымдастырушылық қабілет деген қандай керемет. Жаңа айтты ғой Салтанатым, біздің батырларымыз көп, соларды осындай насихаттай берейік. Біздің қазақстандықтар жастар өте ақылды. Мінекей Чайковский атындағы колледжінің студенттерінің домбыра тартқандары қандай әдемі, әні қандай әдемі, көрсеткен спектакль қандай әдемі, бәрі бір керемет бір титтей бір көңілге қонбай қалған нәрсе жоқ. Сіздерге рахмет айтқым келеді ерекше. Әсіресе мына кең ғимаратты осы республикалық музейіміздің басшыларына разылық шексіз. Осынша мінекей үлкен шараны өткізгенге шын көңіліменен сіздерге тілек білдіріп, осының жақсы өткеніне тілектес болғанына музей қызметкерлеріне рахмет айтқым келеді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Біздің Қазақстан мемлекеті әлі келешегі өте зор. Мынау мемлекетіміздің, мен шетел дипломат болған жыл жұмыс істеген кезде ол шетпен бұл шетіне, мынау Өскемен менен Ақтау Атырауға 6 сағат самолет ұшады менің елімде десем, әлі 2 облысқа, мейлі Италияң бол, мейлі Польшаң бол, Германияң бол. 2 облысқа ие болып, мемлекет болып отырғанда көздер бақырайып қарайып, әлі сенбейді. Аллаға мың шүкір, осындай ата-бабамыздың арқасында жағамыз кең байтақ жерде тұрып атырмыз. Сондықтан Салтанатымның жаңа айтқан тарихтағы аталарымызды насихаттай берейік. Біздің жастар өте ұғымды, өте ақылды. Қазақ деген қазір әлемді жарып жатыр, әлемге танылып жатыр. Ондай мемлекет ол Қазақстандай, қазақстандықтай азаматшалар жоқ. Қонғасы сүйсініп марқайып отырмыз. Тәуелсіздігіміз күн сөнгенше сөнбесін. Бүгінгі кешіміз өте керемет өтті. Амангелді Иманов отанға деген сүйіспеншілігі ешбір жолдан қорқпайтындай күш бергені, оның патриоттық сезімін орасан зор екенін көрсетеді. Бір сөзінде, егер біз бостандыққа қол жеткізсек, онда бізде білімді меңгеру мүмкіндігі болады. Бізде өркениетті халық болар деген екен. Осы сөзбен ақ ұрпақтарының білімді болып өскендігін қалағаны хақ. Оның сол кездегі егемендік арманы бүгінгі таңда орындалып отыр. Амангелді Иманов есімі халық жадында, ел тарихында мәңгі сақталатын болады. Құрметті қонақтар, бүгінгі Амангелді Имановтың 150 жылдығына арналған әдеби сазды кешімізде өз мәресіне келіп жетті. Сіздерді Амангелді Имановтың жеке заттарынан құралған көрмені тамашалауға шақырамыз.